Осындай кері тригонометриялық теңдеу берілген. Бірінші пи бөлінген 6 30 градус екенін түсінеміз. Ал синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Сондықтан мен қазір жазамын мынандай түрде. Мынау аргументі, яғни x бөлінген 2 минус 3 тең болады. Пи бөлінген 6 жаңағыны айттық, 30 градус ол 2-ден 1-ге тең. Алдында минусы бар, сондықтан минус 2-ден 1. Осы жерден x бөлінген 2 тең болады 3 минус 2-ден 1-ге. X бөлінген 2 тең болады 3 азайту 0,5, 2,5, 2,5 деген ол 2-ден 5, я? Сонда x тең болады 5-ке. Дұрыс жауабы С екен. Келесі тапсырма, тақ функциялардың графиктерін анықтаңыз дейді. Бұл жерде бізге бірнеше график ұсынылады, соның ішінен тақ функцияны анықтау керек. Есімізге түсіріп алайық, функцияның бізде жұп функция деген болады, сосын тақ функция деген болады. Жұп функция о, y осіне қатысты симметриялы. Ал тақ функция координаталар басына қатысты симметриялы болады. Координаталар басы деп отқанымыз ол мынандай 0, яғни о нүктесі 0-де 0. Міне мынау ғой. Мынау координаталар басы. Мына жерде мынау координаталар басы. 0-де 0 нүктесі. Біздің іздейтініміз осындай 0-де 0 нүктесіне қатысты симметриялы болатын функция. Мынау функцияны қарастырайық. Бірінші берілген. Бұл көріп тұрық симметриялы, екі жаққа бірдей болып тұр. Бірақ ол о, y осіне қатысты симметриялы болып тұр. Бұл бізде жұп функция. Бізге келмейді, бізге тақ функция керек. Келесі қарайтынымыз, міне, мынау координаталар басы, көріп тұрғанымыз, осы координаталар басына қатысты симметриялы. Координаталар басына қатысты симметриялы дегенді қалай түсінеміз? Ол қиғашынан симметриялы дегенді білдіреді. Былай, орысша айтқанда зеркально, кішкене, мысалы, мынау бүйтіп дөңес болып тұрса, мына жағында сол ойыс болып тұрады. Мына жағына ол түсіп жатса, мына жағында көтеріліп жатады деген сөз. Және де ол координаталар басына қатысты болу керек. Басқа нүктеге емес, нақты осы нүктеге. Мынау бізде тақ функция болады. Мынау келеді бізде. Сонда бізде L суреті келіп тұрған. Әзірге ары қарай қарайық. Мына суретте симметриялы болып тұр. Бірақ ол мына нүктеге қатысты симметриялы, я? А бұл 2-де 0 деген нүкте ғой. Егер де мына 0-де 0-ге қатысты симметриялы болса, онда біз оны тақ деп айтатын едік. Мынау жарамайды. Бұл мүлде басқа нүктеге қатысты симметриялы болып тұр. Келесі функцияны қараймыз. Бұл функцияда ол симметриялы емес, бірден қарағанда симметриялы сияқты, бірақ ол симметриялы болмайды. Мүмкін сіздерге көрінбей тұрған шығар, мына жерде бізде 2 деген нүкте мысалы. А мынау минус 2. Мынау 2-ден өтіп жатса, мынау минус 2-ден мысалы өтіп жатқан жоқ. Ол мына жерде 1 шығар примерно. Минус 1-ден ба солай өтіп жатыр. Мына жерде 4 болса, міне, мынау нүкте. А мына жақта мүлде минус 5. Ол симметриялы емес, сондықтан бұл жарамайды. Келесіні қараймыз. Мынау симметриялы екенін көріп тұрмыз. Екі жаққа бірдей, міне. OY оси, соның екі жағына бірдей болып тұр. Ал OY осының екі жағына бірдей болса, ол жұп функция. Бұл бізге жарамайды. Мынау координаталар басына қатысты симметриялы болып тұр. Айттық қой, мына қиғашынан. Мына жағы дөңес болса, мына жағы дәл солай ойыс болып жатыр. Сонда бұл симметриялы, және бізге қажеттісі координаталар басына қатысты симметриялы, сондықтан бұл тақ функция. Мана бізде L болды сурет және P. Сонда дұрыс жауабы А болады. L және P суреттері. Келесі тапсырма, бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылтыңыз дейді. Бөлшектің бөлімінде бізде түбір бар. Иррационалдық деген түбір ғой, осы түбір болмасын дейді бөлімінде. Енді бөлек жазып алайық. 11 бөлінген 2 түбір асты 5 минус 3. Бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін осы бөлшектің алымын да бөлімін де оның түйіндесіне көбейтеміз.
түйіндесіне көбейту деген дәл осы, тек ортасындағы таңбасы басқа болу керек деген сөз. Міне осындай өрнекке көбейтемін. Онда оның алымын да осыған көбейтіп жіберейін. 2 түбір асты 5 қосу 3-ке. Не үшін мен осылай көбейттім? Мына бөлімі сонда қысқаша көбейту формуласына келеді. А минус Б, А плюс Б. Ол екі өрнектің квадраттардың айырымы. А квадрат минус Б квадратқа келіп тұр. Ал алымы солай қалады. Бұл өзгермейді. Тең болады. Бөлімі 2-нің квадраты 4, мынау түбір асты 5-тің квадраты, ол 5-ті береді. 4 көбейту 5 бізде 20 болады. Минус 3-тің квадраты ол бізде 9. Алымы 11, солай қала берсін. 2 түбір асты 5 қосу 3. Тең болады. Алымы қалады. Бөлімі 11-ге тең. Сонда мына 11 мен 11 қысқарады. 2 түбір асты 5 қосу 3. Бөліміндегі иррационалдықтан құтыл деді, бөлімінде түбір болмасын деді. Бізде бөлімінде түбір жоқ енді. Дұрыс жауабы Е. Келесі. Бізге функцияның ең кіші 10 периодын тап деген. Бұл тригонометриялық функция, тригонометриялық функция болғанда біз қараймыз, егер синус x немесе косинус x деген сияқты функциялар болса, білеміз олардың ең кіші 10 периоды 2π. Ал y-тен болады котангенс x, y-тен болады, енді мына жерде де y-тен болады ғой, енді функция болғасын. Y-тен болады мына жерде тангенс x деген сияқты функциялар болса, олардың периоды π. Бірақ бізде мынаған енді шамалы ұқсас, котангенсқа, бірақ дәл котангенс емес ғой. Котангенс сосын аргументі 2x қосу π бөлінген 4. Осындай жағдайлар болғанда, яғни аргументі x емес, кішкене басқаша болған кезде, біз оның периодын былай табамыз. Периоды, ең кіші период тең болады. Жалпы түрдегі периодын бөлеміз модуль аға. Жалпы түрдегі периоды мана айттым ғой, котангенстікі болса ол π, ал а деген не? Ол берілген функциядағы x-тің алдындағы коэффициент. Ол бізде 2-ге тең. 2-нің модулі 2, сонда бұның ең кіші периоды π бөлінген 2 болады. Дұрыс жауабы Б. Және бізде кері функцияға да тапсырма берілген екен. Осы функциясына, мынау y-тен болады, осы функция, кері функцияны табыңыз дейді. Кері функцияны қалай табады? Кері функцияны табу үшін біз осы жерден x-ті анықтап аламыз. X нешеге тең екенін тауып аламыз. Бірінші пункт. Екінші пункт, x пен y-ті орнымен ауыстырамыз. Яғни x-ның орнына y-ның орнына x жаза саламыз. Ал көрейік. Бұл жерде енді пропорцияның негізгі қасиетімен мынаның астында бір бүйтіп көбейте салуға болады. Сонда y көбейтілген 2x қосу 5 тең болады. 3x азайту 4, оны бірге көбейтеміз. Оны жазбай қоюға болады. Жақшаны ашып жіберейік. 2xy плюс 5y тең 3x минус 4-ке. X-терді бір жаққа жинайық. 2xy минус 3x тең, мынаны көшіп жіберейік, минус 5y минус 4 болады. X-ті жақшаның сыртына шығарайын. Сонда 2y минус 3 тең, мынау осылай қала берсін, минус 5y минус 4. Біз мана айттық қой, x-ті тауып алу керекпіз. Осыдан x тең болады. Арасында көбейту. Сондықтан минус 5y минус 4-ті біз бөлу керекпіз 2y минус 3-ке. Енді бірден бұл жерде x пен y-ті орнымен алмастыра салуға болады. Так, мына жаққа жазайын енді оны. X-ның орнына y жазам. Y тең x-ның орнына, енді керісінше y-ның орнына x жазам. Минус 5x минус 4 бөлінген 2x минус 3. Жауабын қарайтын болсаңдар, ондай жауап бұл жерде жоқ.
Себебі мынау алымынан минусты жақшаның сыртына шығаруға болады. Y-тен болады. Минусты жақшаның сыртына шығарып жіберсем, мыналардың минусын таңбасы өзгереді. 5x плюс 4 болады. Бөлімі солай қалады. 2x минус 3. Сонда дұрыс жауабы бұның Е.